Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Түркістан облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасында Қазақстан халқының сүйікті әншісі, СССР халық артисі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, опера және камера әншісі, атақты тенор Әлібек Дінішевтің 70 жасқа толуына байланысты аты аңызға айналған тенор атты бейнеролигімізді қабыл алыңыздар. Сол бейнебаянның барлығын Зікра Сабаевтың мына «Замана тынысы» кітабынан оқи аласыздар. Әлібек Мұсаұлы Дінішев 1951 жылы 7 шілдеде Алматы қаласында музыкалық отбасына дүниеге келген. Оның анасы атақты опера әншілерінің ағайынды Ришат және Муслим Абдуллиндердің туған қарындасы болған. Әкесі Мұса Бүкенбайұлы Дінішевтің ата-тегі Казталовка өңірінен. Ол білімді журналист болып қызметін Лениншіл жас газетінде бастаған. Кейіннен Мәдениет журналының негізін қалап, ұзақ жылдар журналдың бас редакторлығын атқарып, республикамызда мәдениет салаларының даму жолын дарынды адамдардың еңбектері мен қазақ қауымын кеңіне таныстыра түсті. Ата-анасы Әлібекті Әміре Қашаубаев атындағы музыкалық мектепте оқуға берді. Ол мектеп үйі бүгінде Әлібек Дінішевтің театры орналасқан бір қабатты ғимарат. Осында ол аккордеон аспабында ойнауды игеруге кірісті. Сонымен қатар өз оқитын номер 30 мектептің көркем үйірмесінде ән айтуға машықтанды. 8 сыныпты аяқтаған соң музыкалық мектептен Чайковский атындағы музыкалық училищеге оқуға түседі. 1970 жылы оны бітірген соң Ришат Абдуллиннің кеңесі бойынша Құрманғазы атындағы консерваторияның вокал факультетіне оқуға түседі. 1976 жылы Әлібек Дінішев консерваториядағы оқуын бітіріп, Жамбыл атындағы Қазақ филармониясында әншілікке кіріседі. 1977 жылы Бразилияның астанасы Рио-де-Жанейро қаласында өткен вокалистердің халықаралық конкурсына қатысты. 1978 жылы оған Қазақ СССР-ның еңбек сіңірген артисі атағы, ал келесі жылы бүкілодақтық Ленин комсомолы сыйлығы тапсырылды. Әлібек Дінішев Кеңес одағының көптеген аймақтарымен қатар Чехословакия, Алжир, Перу, Куба, Португалия, Финландия, Швеция, Марокко және тағы бірнеше елдерде концерттік сапармен болып қайтты. Әлібек Дінішев камералық бағдарламалар мен Еуропаның ірі концерттік залдарында өнер көрсетіп, үлкен театр қойылымдарына қатысты. 1997 жылы жезтаңдай әнші Әлібек Дінішев атындағы вокал академиясын ашты. Әнші репертуарындағы камералық циклдер халық әндері мен романстары, Брусиловскийдің «Дударайы», Рахмадиевтің «Песня от селения», Карсковтың «Майская ночь» операларындағы опералары бар. Академиялық музыкамен қатар Дінішев Қазақстан халық әндері мен кеңестік сазгерлердің әндерінде орындайды. Осы еңбегінің арқасында Парасат орден мен медалдар мен бірнеше мақтау қағаздарымен марапатталған. 2011 жылы қазақ музыка саласындағы ерен еңбектері үшін Қазақстан Республикасының жоғарғы мемлекеттік марапаты Отан орденімен елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының өзі марапаттады. Бойындағы дарынды үнемі шыңдап отырғанның арқасында Әлібек Дінішев әлемге әйгілі әнші, жүрген жолы өнер сүйер ұрпаққа үлгі өнеге. Желсіз түнде жарыған сәулесі суда дірілдеп алдан жаны терең сан тасыған